Қазіргі кезде өзін-өзі емдеп жүрген жандар арамызда баршылық, оларға дәрігердің де қажет жоқ. Интернетке қарап алаттағын ағзаға пайдалы екен деп неше түрлі күмәнді заттарды ішіп жеп қойып, оның бірі ұнаса, бірі ұнамай, сөйтіп қиналып жүргендерге айтарым, сынақтан өткен, ғылымда пайдасы дәлелденген жантақты қолдансаңыздаршы. Қазір жантақ тегін, шілдайында гүлдеп жатыр. Гүлдеген жантақты күнделікті шай қылып демдеп ішіп отыратын болсаңыз, мына өттің толуы, өттің қоюлануы, өттің қабынуы және де бауырдың бүкіл ауруларына өте пайдалы. Ішкі құрылысына, асқазан жарасы, гастрит, эрозия, ас қорыту жүйесі, іш қатудың алдын алады екен. Өт айдайтын, зар айдайтын қасиеттері бар көрінеді. Мынау ағзадағы токсиндерді, артық тұздар мен сұйықтықтарды айдап шығып, ағзаны тазартады деген достар. Ал енді осы жантақты естіген, білгендер, пайдаланып көргендер комментке пікір қалдыра кетіңіздер. Ауырып, дәрі-дәрмек ішіп жүрген жандар дәрігермен кеңесіп барып, одан кейін қолдану керек. Ал сау адамдар күнделікті аурудың алдын алуға, иммунитетін нығайтуға іше берсеңдер болады, азалдан. Егер сізге қиын болмаса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, маған тіркеле кетіңіз.